Ауыл, таза ауа. Кешкі уақытта маңыраған ешкі қойлар, мөңіреген сиыр бұзаулар, шаңды бұрқырата ойнаған балалар ауылдың сәнін кіргізіп тұрғандай. Жангүл үйдің үлкені, әжесінің ең сүйікті немересі. Еш уақытта басқа балалар сияқты құммен ойнап, күнге күймеген, тазайын, аппақ қыз. Әжесі қандай той жиын болсын, ізінен қалдырмай ертіп жүреді. Тіпті сабақ оқыған кезде де, той болса әжесінің ізінен бір елі қалмайды. Ұстаздары талай ескерту жасаған. Жауабы дайын тұратын Жангүл, әжеме еріп тойға бармасам, әжемді шалдар алып кетеді. Осылайша ұстаздарын күлкіге батырады. Сабағынан қанша қалса да бестікпен оқитын Жангүл өте алғыр, зерек еді. Бұның себебі де бар. Атасы Жангүл туылғанда қайтыс болды. Алғашқы немересін қолына ұстаған әжесі бар қайғысын ұмытқандай. Жангүлін ерекше жақсы көрді. Өсе келе Жангүлдің былдырлаған тілін қызық көрген туыстары, көршілері, әжеңді шалға береміз, шалдар алып кетеді деп естідік. Тағы да басқа сөздерді жиі айтатын. Солармен ұрсып-ақ ерке қыз шаршайды. Тіпті жиындарда атасының құрдастары, немесе туыс үлкен аталар әжесінің хал жағдайын сұраса да, Жангүл қызғанып, әжесін шымшып отыратын. Онысы сөйлеспе деген белгісі. Үйге келгенде әжесіне, ана шалмен неге сөйлестің? Сені алып кетсе не істеймін деп жылап алады. Әжесі кезінде мұғалім болған. Әжесінің арқасында бар сабағын бестікпен оқып келеді. Әр бір сабағын сол әжесі екеуі оқып, бірге дайындалады. Жангүлден кейін де немерелері дүниеге келді. Бірақ Жангүл әжесін ешкімге жолаттырмайды. Әжесі басқа немерелерін Жангүл жоқ кезде айналып, толғанып, еркелете сүйіп алатын. Балалы үйде ұрлық жатпайды демекші, олар да Жангүл келгенде, сен кеткенде әже бізді құшақтады, сүйді. Енді әже біздің де әжеміз дейтін. Жангүл әжесін өзіне баяғыда меншіктеп алған. Сондықтан бауырлары менің әжем деп олар айтса төбелесе кететіні бар. Бұл қылықтарына үлкендер күле қарайтын. Өте ерке, әрі баршылықта өскен Жангүл тым өзімшіл. Әжесі де кей кездері ойланатын. Жангүлдің бетінен қақпай, тіпті әке-шешесінің тілін де алмай, өз дегенін ғана орындататын еді. Тіпті бауырларын да жылатып қояды. Үйдегі әжесінен кейінгі бастық Жангүл болды. Мектепті қызылмен бітірген Жангүл мектепке көшбасшы әрі талай олимпиаданы жеңіп алған озат оқушы еді. Мектептегі ең үздік үлгілі оқушы деген мектеп тақтасында суреті жарқырап тұрды. Оқуға да еш қиындықсыз түсті. Студент кезінде де талай жарыстарға қатысып, жүлделі болып, тіпті түрік елі Анкараға да барды. Бұл әжесі үшін ең үлкен мәртебе. Әжесі де жүрген жерінде немересін айтып мақтанатын. Әрбір жиындарда әжесі тілек айтса, Жангүлімнің жолын берсін, деп туыстары да кішкентай қыздарының тұсауын ырымдап Жангүлге кестіретін. Әжесінің қызы ауылға да сыйлы, мәртебесі жоғары, демалысқа келген Жангүлді туыстары әкім келетіндей керемет қарсы алады. Қайтамын дегенше қыдырудан қолы тимейтін. Туыстары ет асып қойдым, манты жасадым, палау бастым, тағы да басқа күнде шақыртулар алады. Өте бақытты кездер еді. Үйдің тірлігіне мүлде ебі жоқ Жангүл ұйқыдан түстен кейін тұрады. Шыны керек өзінен бір жас кіші сіңлісіне киімдерін жуғызып, үтіктетіп, ханшайым секілді бұйрық беретін. Сіңлісі Айгүл үй шаруасына пысық, оқуға онша басын қатырғысы келмейтін. Сыртта бақпада 4 түлігі түгел үйір-үйір жылқылары бар.
Әкесінің қызы болған Айгүлді анасы таяқтап оқытамын дегенде, әкесі айқайлаған: «Қызым, өзі біледі. Оқығысы келсе бір жылқыны сатып оқуға түсірем» деген. Оған Айгүл көнбей ауылда қалды. Айгүл анасының көмекшісі. Ер баладан қалыспайды. Қыста әкесінің жанында атқа мініп мал қайырып жүретін. Жангүл келсе өзін бір түрлі ұстайтын Айгүл қалаға барып оқығысы келіп кетеді. Бірақ әпкесі сияқты бола алмайтынын біледі. Бұл ойыннан тез қайтады. Айгүл осы тірлікті, яғни сиыр сауып, май шайқап, айран пісіретіні өзіне қатты ұнайды. Уақыт өтіп жатты. Жангүл университетті қызылмен бітіріп, магистратураға түсті. Бұл атаулы оқиғаны әжесі дүркіретіп тойлады. Сол бір әдемі отырыста Жангүлдің туыс жеңгесінің інісі Марат келген еді. Ауылдың күнге күйген қарапайым баласы, десе де көңілі таза, өте әзілкеш жігіт болатын. Алдымен Айгүлмен құдаша қыз деп танысып алған еді. Айгүл бұл жігітті алғаш көргеннен ақ ғашық болды. Бірақ бұл сырын ешкімге айта алмады. Ал Марат аққұба келген, көздері ботадай, денесіне күн тимеген Жангүлді көрген бойда тілі күрмелеп, тіпті қызға қарап сөйлей алмай қалды. Жангүл бұл жігітті басында менсінбей жүрген болатын. 3 ай демалысында Марат қайта келгіштеп Жангүлмен тілдесу арманы болды. Айгүлді кездестірген сайын сұрайтыны Жангүл еді. Түнде көрпе астына тығыла, көз жасына үнсіз тұншыға жылайтын Айгүл жауапсыз махаббаттың азабын тартып жүр. Бар күшін жиып, Марат сері өтімді әзілімен Жангүлдің жүрегін жаулап алды. Иә, Жангүлге талай жігіт сөз айтты, бірақ көбі жалықтырып жіберетін. Марат кездескен сайын күлдіртіп, көңілін көтеретін. Демалыс бітіп, сабақ уақыты жақындады. Жангүлдің Маратқа деген сезімі күшейгендей. Қатты бауыр басты. Әлде шынайы пак сезім бе, екі ғашық жоспар құрды. Оқуын аяқтағанша Марат қалада жұмыс жасап, тойға қаражат жинау. 2 жылда зымырап өте шықты. Қолында қос-қостан диплом ұстаған Жангүл тағы да қуанышты жаңалығын жеткізді. Ол жаңалық құда бала Маратқа тұрмысқа шығатыны. Мына сөздерді естіген әжесі шалқасынан құлай жаздады. Сенің есің дұрыс па? Қолыңда 2 дипломың бола тұра, мына жалаң аяққа қалай тимексің? Осы уақытқа дейінгі абыройыңды айрандай төгуіңе жол бермеймін. Бұл жалаң аяққа сені өлсем де бермеймін. Осыдан кетеді екенсің, теріс батамды беремін. Әжесінің алғаш рет өзіне қарсы шыққаны, әрі сүйіктісін жалаң аяқ деп қорлағаны Жангүлге ауыр тиіп, жылап жіберді. Сіңлісі Айгүл жанына келіп, жұбатқысы келген. Жангүлдің есіне бірдеңе түскендей: «Айгүл, маған көмектесші. Мен Мараттан бас тартпаймын». Айгүл не дерін білмей, сасқалақтап, әжеме не айтамын? Ештеңе білмеймін деп айт. Әжемнің ашуы басылып, бәрі орнына келеді. Әпкелі сіңлісі боп жоспар құрды. Түнде Жангүл аяғының ұшымен үйден қашып кетті. Жангүлдің төсегіне Айгүл жатып, өз төсегіне жастықтарды көрпенің астына қоя салды. Айгүл Маратты ұмытқаны қашан. Бір кездері ғашық болғаны рас. Ол жігіт әпкесін сүйіп, махаббаты сондай берік болғанына қызғана да қызыға да қарады. Тіпті Жангүлдің орнында мен болғанда ғой деп талай армандағаны сол бір ессіз ғашық болғанның әсері еді. Кейіннен бұл құр қиял екенін ұққан Айгүл бәрін ұмытып, әпкесіне шын жүректен бақыт тілеген болатын. Аяқ дыбысы естілді. Әжесі екен. Есікті сықырлата ашып, қарап шықты.
Есікті қайта жауып, бірдеңелерді айтып, бөлмесіне кетіп барады. Таң, Айгүл бірдеңе бүлдіргендей қипақтап жүрді. Әдеттегідей Жангүлді түске дейін ешкім іздемейтін. Ұйықтап жатыр деп ойлады.